دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Құрметті бауырлар, зинадан сақ болайық. Зинадан сақ болайық. Алла тағала аятында айтқан: "Валя тақрабу зина", ойнасқа жақындамаңыздар деген. Жасама деген жоқ, не деді? Жақындама деді. Оған апаратын себептерге жақындама. Не ол? Бөтен бір әйелге қарау, онымен бетінен сүю, қолынан ұстау, басқа нәрсенің бәрі не нәрсеге жатады? Зинаға. Қазір жастар қарасаңыз бұзылып барады. Оқу орындарында, мектептерде, университетте, колледждерде бөтен қыз, бөтен жігітпен сүйісе береді. Сүйісіп көрісе береді. Не болып кетті ол? Не деген бетпақтық ол? Не деген ұятсыздық ол? Одан кейін жаңағы бөтен біреуден бала табады. 10-шы сынып оқитын, 11-шы сынып оқитын қыздар қыздығынан айырылады. Мектеп табалдырығынан бастап айырылады. Кейін түсік жасайды, балаларын өлтіреді. Оны бәрі неден? Зинадан болады бәрі. Өйткені зина ауыр күнәлардың бірі. Адам өлтіруменен бірге, арақ ішуменен бірге, сол сияқты, пайыз сияқты күнәлардың бірі ол. Ауыр күнәлардың бірі. Бұдан сақтану керекті. Алла тағала аяттарында көп айтқан, ондай адамдарға тозақтың түбі бар деген. Тозақтың түбі бар. Бүкіл тозақтағы жанған адамдардың құсықтары, іріңдері осындай адамдарға ағатты. Сол адамдар соны ішеді, зина жасаған адамдар. Ішеді соның бәріне. Қараңыздар. Одан кейін ойламаңыз ол тозақтың оты, әшейін бір нәрсе деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям риwаяттарда айтқан, осы дүниедегі оттың, от бар ғой дүниедегі от, сол тозақтың 70 паршасының бір паршасы ғана. 70 бөлігінің бір паршасы ғана, бір бөлігі ғана. Ең қатты от қайсысы? Ең қатты от анау заводтарда темірді балқытады ғой. От сол ең қатты отты. Үлкен қазандардан естейді, темірді балқытатын отты ойлаңыз. Сондай адамдар болған, заводтарда істеп жүріп, сол оттың ішіне түскен дейді. Түскен кезде ештеңе болған жоқ, бір түтін ғана шықты дейді. Сондай жандырып жіберген, сүйектеріні, еттеріні ерітіп жіберген. Кім риза болған? Одан кейін ойнас қылып көр, одан кейін арақ ішіп көр, одан кейін басқа күнәларды қылып көр. Оңай дейсіз бе? Ол тозақ деген нәрсе. Оңай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір әйел келген екен. Ондай бірнеше риwayat бар. Ойнас қылған әйел, ойнас қылған еркек Расулуллахқа келген. Бір әйел келді. Я Расулуллах, мен зина қылдым деді. Мен ойнас қылдым, мені тазала деді. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Кет деді. Сен ондай қылмайсың, кет деді ол. Біраздан кейін қайтып келді, біраз уақыттан кейін. Я Расулуллах, мен зина қылдым, міне жүктімін, аяғым ауыр деп келді. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Әлгі әйел ант етті Алламен. Ант етемін, мен аяғым ауыр деді. Олай болса балаңды туып кел деді Расулуллах. Не істеп кел? Балаңды туып кел деді. Қараңыз. Оны өлтір демеді. Өйткені адамды өлтіре алмайсың сен, оны ауыр күнәді ол. Балаңды туып кел деді оған. Одан кейін әлгі баласын орала келді. Міне я Расулуллах, мен баланы туып келдім деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Баланы еміздір. Кеудеден айырғанша дейін оны не істе? Еміздір, одан кейін барып келді. Одан кейін келді, 2 жыл еміздіреді баланы, білесіздер. Хаулейни камилейни, 2 жыл еміздіргеннен кейін әкелді, баласының қолында нан бар, нан жеп жатырды. Міне бала өсті деді. Одан кейін баланы не істеді? Бір мұсылманға берді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Әлгі әйелді кеудесіне дейін көмді, бүкіл адамдар, сахабалар жиналып не істеді? Оны таспен атқылады. Зинаның жазасы сол ағайын. Таспен атқылап өлтіру. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Қандай ауыр күнә екенін білдіру үшін. Таспен атқылап өлтірді оны. Сол кезде сахабаның бірі не деді?
тас оның әлгі әйелдің басына тигенде қан атылып шығып сахабаның бетіне тиді. Лағанат болсын саған деді. Сол кезде пайғамбарымыз не деді оған? Үндеме деді. Лағанаттама оны. Bir риваяттарда айтады, ол сондай бір тәубе қылды, оның тәубесін бүкіл Мәдинаның халқына бөліп берсе не болады? Жетеді деді Расулullah. Сондай бір тәубе етті, бүкіл Мәдина халқына тәубесін бөліп берсе, жетеді деді. Қараңыздар. Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям миғражға көтерілген кезде кеуделерінен асылған, аяқтарынан асылған әйелдерді көрді. Жанып жатыр, шыңғырып жатыр. Сол кезде сұрады, я Джабраил, бұлар кімдер деді. Сол кезде Джабраил алейхиссалам айтты, я Расулullah, бұлар деді, хаулай язнина, бұлар зина қылған қатындар деді. Ва яқтулна ауладахунна, және зинадан балату балаларын не істегендер? Өлтіргендер деді. Куәміз бе бұған? Куәміз. Шығып жатыр хабарлардан, баласын өлтірді, туалетке тастап жіберді, қоқысқа тастап жіберді. Бұның бәрі ненің әсері? Бұның бәрі ненің нәтижесі? Зинаның нәтижесі. Оны біліңіз. Ол баласын тастаған әйел, баласын өлтірген әйел екі күнә жасаған болады. Бірінші күнә зина күнәсі, екінші күнә адамды өлтіру күнәсі. Алла Тағала аятында не дейді? Ла тақтулу ауладакум хашията имлақ. Балларыңызды, ла тақтулу ауладакум, балларыңызды өлтірмеңіздер, хашията имлақ. Пақырлықтан, кедейліктен қорқып, бұны кім асырайды деп. Бұны кім асырайды деп қорқып өлтірмеңіздер. Неге? Нахну нарзуқухум ва иякум. Өйткені оларды да, сіздерді да біз ризықтандырамыз дейді. Кім ризықтандырып отыр бәрін? Аллах Джалла Джалал. Бұл жахилие әдеті. Ол жахил, надан арабтар кезінде қыздарын тірідей көметін етті қабірдің ішіне. Қараңыз, жаңа туған, өскен сәбилерді. Сол себептен ондай нәрсе болмау үшін не істеу керек? Ата-аналар қызына ие болу керек. Ата-аналар қызына ие болу керек. Ағалар қарындастарына ие болу керек. Неге? Өйткені сен тозаққа бармасаң да ол кетсе кім кінәлі болады? Оны бағып жатқан ата-ана кінәлі болады. Оны біліңіз. Талай ата-аналар бар, қыздарын жібереді қалаларға, балаларын жібереді қалаларға оқуға. Менің балам оқып жатыр, высшее образование алып жатыр. Сонда хабары жоқ. Қызының зина жасағанында, баланың зина жасағанында несі жоқ? Хабары жоқ. Алла Тағала не дейді аятында? Бисмилля. Я юхалладина аману, ей иман келтіргендер, қу анфусакум, өздеріңді сақтаңдар. Тек қана өздеріңді ме? Жоқ. Ва ахликум, жанұяларыңды сақтаңдар. Неден? Наран, оттан, тозақтың қайнаған отынан сақтаңдар. Неге? Вақуду ханнасу вал хижара. Ол тозақтың отыны дейді, адамдар мен тастар дейді. Адамдар мен тастар. Сол себептен, құрметті бауырлар, бұған мән берейік. Зина деген бұл ойыншық емес. Зина деген қатты ауыр күнә. Алла Тағала біздерді де, ұрпақтарымызды да осы ауыр күнәден сақтасын. Осындай күнәға батқан бауырларымызға Аллахым шынайы тәубе етсін, тәубе нәсіп етсін. Олар да жалынса Аллах кешіреді, бірақ ендігәрі бұл нәрсені жасамау шартыменен. Дәрет ал, намаз оқы, жалбарын, жыла, Құдайдан сұра, я Рабби кешір мені, я Рабби кешір мені, я Рабби кешір мені деп сұра яғни. Алла Тағала көз зинасынан да, сөз зинасынан да, баршасынан баршамыз сақтасын иншалла. Вахиру дауана, альхамдулиллахи раббил аламин, Аллаху акбар.